Ассаламу алейкум достар. Кешегі қоян етінен қуырдақ жасадық. Дәл осындай керемет болып шықты. Біраздан бері қоян етін жемеген едік, аңсап қалыппыз кәдімгідей. Одан өстіп әдемілеп мама қуырдақ жасады. Картоппен бірге. Сөйтіп, оны әдемілеп қуырып, тұздап, бұрыштап, әдемілеп пісірді. Негізі қоянның бір кішкене дәм болады, соны әдемілеп мама кетірді. Сөйтіп қуырдағымыз дайын болды. Әдемілеп табаға саламыз. Дәл осы бір қоянның еті бір табаға сыйып кетті. Әдемілеп саламыз. Үйдегілер қоянның етін сағынып қалған екен. Осы тағамды 2 күн жедік қой, кәдімгідей. Достар, егерде видеоларымыз ұнап жатса, лайк басыңыздар. Егер ұнамаса, дизлайк басып кетіңіздер. Және де комментарийге өздеріңіздің ұсыныстарыңызды, және де қолдауларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Және де осы охота сезонында қандай аң атып алдыңыздар, және ол аңнан қандай тамақ пісірдіңіздер, сол жайында айта кетіңіздер. Егер видеоларыңызға сілтеме болса, сілтеме қалдырыңыздар. Бір-біріміздің каналдарымызды қолдап, лайк басып, және подписка жасап қолдап кетейік, бауырлар. Бұл қуырдақ өте дәмді болды. Тіл үйретінде, яғни оның ішінде, қоянның ішінде біз алып қалатын нәрсеміз толық денесі, етімен және бауыры, жүрегі және бүйрегі, бөтекесін соларын алып қаламыз. Оны қосып қуырсаңыздар өте дәмді болады. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай кереметтей қуырдақ дайын болды. Енді бұны дастархан басына жайғастырып, үстіне жуасын салып, және де әдемілеп жейтін боламыз. Бауырлар, егер сіздердің қарындарыңыз аш болса, бұл видеоны көрмеуіңдеріңіз керек, өйткені ауыздарыңыздан сілекей ағып кетуі әбден мүмкін. Және де бауырлар, қолдап кетіңіздер. Тағы да айтарым, алда әлі керемет неше түрлі видеолар түсіретін боламыз. Көктемде үйрек, яғни сондай нелерге, аңшылыққа шығатын боламыз, Құдай қаласа. Ол яғни өте керемет, яғни азартты болады. Мысалға мен өзім үйрекке, аңшылыққа шыққанды жақсы көремін. Қоянға аңшылыққа шығу өте қиын, сондықтан қолдап кетіңіздер. Жақсы.